елу ертегі және 70 жұмбақ. Алып қара құс самұрық. Ерте заманда бір патша болыпты. Патшаның 3 баласы бар екен. Ең үлкенінің аты Асан, ортаншысының аты Үсен, ал ең кенже баласының аты Хасан екен. Хасан өте сұлу, ақылды, әрі батыр, ақ көңілді бала болып өседі. Патша ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бір ғажайып құс көреді. Құстың күлсе, аузынан будақ-будақ гүл түседі. Жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түседі. Міне, патша осы құсқа ынтық болады. Дереу орнынан тұрысымен Асан мен Үсенді шақырып алып айтады: «Мен түсімде бір тамаша, өмірімде көрмеген құсты көрдім. Өзі өте сұлу, күлсе аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түседі. Осы құсты қайдан да болса маған тауып әкеп бересіңдер. Егер де тауып әкеп бермесеңдер, бастарыңды аламын» дейді. Асан мен Үсен әкесінен қорыққаннан «Қайдан да болса тауып әкеп береміз» деп уәде береді де жол жүріп кетеді. Бұл оқиғаны Хасан білмейді. Хасан әкесінің Асан мен Үсенді күлсе, аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түсетін құсқа жұмсағанын 40 күннен кейін барып біледі. Асан мен Үсенді осындай алыс жолға жұмсап, өзінің үйде қалғанына қапа болып, әкесіне жылап келеді. «Әке, Асан мен Үсенді жұмсаған жаққа мені неге жұмсамадыңыз? Әлде мені ол екеуінен жек көресіз бе? Я болмаса маған сенбедіңіз бе?» дейді. Патша айтады: «Жоқ балам, олай емес. Мен Асан мен Үсенді өте қатерлі қиын жолға жұмсадым, ал сені ол қиын сапарға жұмсауға қимадым». Хасан әкесіне жалынып, сол құсты іздеуге разылығын алып, ел жұртымен қош айтысып, екі ағасының артынан кетеді. 40 күн бұрын кеткен ағаларын Хасан қуып жетеді. Ағайынды үшеуі бір үлкен жолға түсіп жүре береді. Бір күндері бұлардың жүріп келе жатқан жолы 3 айырылады. Бір жол оңға, бір жол солға, бір жол тура бетімен. Әр жолдың басында үлкен тас тұр. Тастың бетіне ойып жазған жазуы бар. Бірінші жолда барса келер, екінші жолда барса мүмкін келер, мүмкін келмес, үшінші жолда барса келмес деп жазылған. Асан барса келер жолына түседі, Үсен барса мүмкін келер, мүмкін келмес жолына түседі, ал Хасан барса келмес жолына түсіп жүре береді. Бірнеше ай, бірнеше күн жүргеннен кейін Хасанның алдынан үлкен қала көрінеді. Қаланың айналасындағы көп киік жайылып жүр. Хасанның осы кезде азығы таусылып бірнеше күннен бері ас ішпей ашығып келе жатқан кез екен. Киіктің біреуін атып алайын деп беліне асынған садағын алып кезене бергенде киіктердің бәрі маңырап Хасанды қоршап алып мұңлы дауыспен шулай кетеді. Хасан киіктерді атпайды. Бұл жануарларға не болған деп ойлап еш нәрсеге түсінбестен қаланың ішіне кіреді. Бір үлкен сарайдың ішіне кіріп, «Кім бар?» деп дауыстап еді, ешкім жауап бермеді. Жан жағына қарап еді, бір алтын табақ толы қуырылған етті көреді. Әбден ашыққан Хасан етті жемекші болып, тамаққа қолын сала бергенде «Ей адамзат, тарт қолыңды!» деп үсті басы алба жұлба, тісі ақсиған, түсінен адам қорқатын бір кемпір келіп, бір нәрселерді айтып аузын күбірлетті де жерді теуіп қалды. Осы кезде Хасан киікке айналды. Әлгі кемпір Хасанның мойнынан жетектеп, жаңағы маңырап Хасанның алдынан шыққан киіктерге апарып қосты. Хасан адамгершілік түрінен айырылғанмен ақылынан адаспады. Көп киіктерден бөлініп, жаңағы өзі келген жолына түсіп, алған бағытына қарай жүре береді. Бірнеше күн өткеннен кейін алдынан жаңадан соғылған үлкен сәулетті бір сарай көрінеді. Киік болған Хасан сол сәулетті сарайдың ішіне кіреді. Алдынан бір сұлу қыз шығып киікке қарап: «Сен киік емессің ғой, адамзатсың ғой. Егер де мен сені адамгершілік қалпына келтірсем, сен мені аласың ба?» деп сұрайды.
Сонда киік Хасан тіл қатпайды. Қыз айтты: «Сені киікке айналдырып жіберген менің залым анам ғой. Сенің тіліңді де сөйлетпей қойыпты ғой», деді киікке. Киік Хасанның бетіне бір уыс топырақ шашып жіберіп еді. Хасан бұрынғысынан да сұлу жігітке айналды. Хасан адам қалпына келген соң қыз бен сыпайы амандасып, қызға үлкен алғыс айтты және де басынан өткізген тарихын баян етті. Қыз да басынан өткен кеткенін Хасанға айтып берді. Қыз айтты: «Мен сол сені киікке айналдырған жалмауыз кемпірдің жалғыз қызы едім. Шешемнің адамға жасаған дұшпандығына төзе алмай, емшімді алып бөлек шығып едім. Мен өмірімде адам баласын көрмей жалғыз өтермін деп қапалықта отыр едім. Құдай сені маған кездестірді. Мен сенің соңынан қалмаймын», деді. Хасан айтты: «Мен әкеме берген уәдемді орындамай саған үйлене алмаймын». Қыз сұрады: «Әкеңе қандай уәде берген едің?» Хасан әкесінің түсінде бір тамаша құсты көргенін, күлсе аузынан будақ-будақ гүл түсетінін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түсетінін айтты. Сол құста әкесінің көруге құмар болып, екі ағасын соны тауып әкеліңдер деп жұмсағанын, ағаларының артынан барамын деп өзінің өтініп, қандай қиындықта болса да төзіп, қайдан болса да құсты тауып әкеліп берем деген әкесіне берген уәдесін айтты. Қыз Хасанның бұл сөзін естіп жылай берді. «Сен бұл құсты іздейтін болсаң, маған жоқсың. Бұл құс менің құсым еді, адамша сөйлей алатын еді. Менен басқа құсты пері патшасының Күлжамал деген қызы әскерімен келіп тұрып тартып алып кеткен еді. Ол перінің елін іздеп табарсың-ау, бірақ та құсты саған оңайлықпен алдыра қоймас», деді. Хасан айтты: «Мен қандай қиындықта болса да төзуге тиіспін. Қандай да болса құсты әкеме тауып апарып беру міндетім және борышым. Ал құсты аман есен тауып алып қайтсам, алдымен саған келемін. Сенен басқа ешкімге үйленбеймін», деді. Қыз Хасанның беттеген жағына қайтпайтұғын білген соң, Хасанға рұқсат беріп жөн сілтеді. «Батысқа қарай 90 күн жүресің. Одан кейін алдыңнан аспанмен таласқан биік тау кездеседі. Сен сол тау ар жағын 90 күн дегенде өтерсің. Сол таудың арғы түбінде үлкен жалғыз түп бәйтерек бар. Сол бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Сені мүмкін сол самұрық перінің еліне жеткізер», деді. Бұдан кейін Хасан қызбен қош айтысып, батысқа қарай жүріп кетті. Қыз айтқандай Хасан 90 күн жүріп аспанмен таласқан үлкен тауға кездесті. Таудың ар жағына 90 күн дегенде зорға деп асып түсті. Үлкен жалғыз түп бәйтерекке келіп саясында демалып отыр еді. «Ей адамзат, бізді өлімнен құтқар! Құтқар!» деп шырылдаған самұрық құстың балапандарын дауысын естіді. Хасан: «Бұл мүсәпірлерге не болды?» деп қарап еді. Бір үлкен айдаһар жылан балапандарды жұтуға әзірленіп, бәйтеректің басына қарай жылжып өрмелеп бара жатыр екен. Хасан көп ойланбай, дереу қынаптағы қылышын суырып алып, айдаһарды бірнеше жерден шауып өлтірді. Самұрық құстың балапандары өлімнен аман есен құтылғанын біліп, Хасанға көп рахмет айтты. Ашығып отырған балапандар айдаһардың етін жеп тойып алды. Дәл осы кезде қатты жел тұрып, нөсер жаңбыр жауды. Хасан балапандардан сұрады: «Бұл не қылған жел? Не деген нөсер жаңбыр?» «Бұл жел емес, біздің анамыздың қанатының лебі. Ал жаңбыр дегеніміз біздің анамыздың көз жасы. Біздің анамыз жылда осы бәйтеректің басына жұмыртқалап, балапан басып шығарады. Анамыз балапандарына тамақ іздеп кеткенде, жаңағы сіз өлтірген айдаһар іннен шығып, біздің анамыздың басып шығарған балапандарын жеп қояды екен. Қазір біздің анамыз аң аулап қайтып келе жатыр. Біздерді тірі көремін бе, әлде айдаһар жеп қойды ма екен деп жылап келе жатыр. Міне, ол жаңбыр емес, біздің анамыздың көз жасы», деді. «Біздің анамыз адамзаттың етіне сондай құмар. Сізде көрсе дереу жұтып жіберуі мүмкін. Сондықтан сіз біздің қанатымыздың астына жасырын тұрыңыз», деді. Хасан балапандардың қанатының астына жасырынды. Бір мезгілден кейін самұрық құс келіп бәйтеректің басына қонды. Самұрық құстың салмағына бәйтерек иіліп жерге тиді.
Балапандарының тамағына көп бұғы, киік тағы басқа аңдарды алып келіп үйіп тастады. Балапандардың тірі екенін көріп көз жасы тыйылып қуанып кетті. Дәл осы кезде жадырап күн де шығып қатты жел де тыйылды. Бір кезде самұрық құс тамсанып жан-жағына қарай берді. «Адамзаттың иісі шығады, сендер көрген жоқсыңдар ма?» деді. Балапандар айтты. «Егер сіз бір қасық қанын кешсеңіз, біз адамзатты көрсетелік», деді. Самұрық мақұл дегендей бас изеді. Балапандар қанатын астында Хасанды көрсетіп еді, самұрық Хасанды жұтып жібере жаздады. Балапандар шыр-шыр етіп анасының тамағынан ұстай алды. Содан кейін самұрық балапандарынан: «Бұл адамзат сендерге қандай жақсылық істеді?» деп сұрады. Балапандар айтты: «Бұл адамзат айдаһарды өлтіріп бізді ажалдан құтқарды», деді. Самұрық Хасанға үлкен алғыс айтып, не жұмыспен келгенін сұрады, және де қандай жәрдем керек екен деді. Хасан басынан кешкен оқиғаны жасырмай айтып берді, және перілердің жеріне жеткізіп тастауды өтінді. Самұрық мақұл деп жол қамына кірісті. Балапандары өзі қайтып келгенше жетерлік ауқат жинап беріп, жолда жейтін азығын да алып, үстіне Хасанды мінгізіп перінің жеріне қарай ұшады. Самұрық бір жеті ұшады, мұхиттан өтеді, шөлден өтеді. Осыдан кейін көп ұзамай-ақ самұрық пен Хасан перінің жеріне келіп жетті. Самұрық айтты: «Перілер бір ұйықтаса 40 күн ұйықтайды. Перілердің ұйықтағанына қазір 3 күн бопты. Мен сені осы жерде 3 күн күтемін. 3 күнде қайтып келмесең, мен саған қарамай-ақ ұшып кете берем», дейді. Хасан 3 күнде қайтып келуге уәде беріп, қалаға қарай кетеді. Қала өте сұлу екен, ылғи алтыннан соғылған. Бұрын мұндай сұлу қала көрмеген Хасан қаланы тамашалап, құсты да, самұрықты да ұмытып кетеді. Хасан бір кезде қаланы аралап жүріп, бір үлкен тамаша соғылған сарайға кіреді. Сарайдың ішінде 40 қыз ұйықтап жатыр. Ар жағында оңаша бір бөлмеде алтын кереуеттің үстінде тағы бір қыз ұйықтап жатыр. Одан әрі тағы бір бөлмеге кіріп еді, жаюлы дастархан, неше түрлі тамақ, тамақтан алып жейін деп еді, бір нәрсе шаң ете қалды. «Ей адамзат, біреудің тамағын неге рұқсатсыз жейсің?» деп күліп жібергенде аузынан будақ-будақ гүл түседі. Хасан қараса, өзінің іздеп жүрген құсы екен. Алтын қапаста отыр. Хасан қуанып кетті. Құстың алып самұрыққа тез қайтпақшы болып құсқа ұмтылғанда, құс шар ете түсті. «Сен мені алып кете алмайсың. Егер де мені ащы даусымен сайрасам, осы қаладағы ұйықтап жатқан перілердің бәрі оянады. Ал сен менің бір мысқыл етің бір жерде 1000 тілде тұрады. Мені ескертпеді деп өкпелеме, ендігісін өзің біл», деді. Хасан құсқа жалынып жылай берді. Жолда көрген оқиғалары және де құстың бұрынғы егесімен қосылмақшы болып уәделескенін айтты. Құс Хасанның көңілін қимай: «Мақұл, мені алып кете ғой. Бірақ жолда көрген оқиғаларыңды айтып, хат жазып, ана бөлек бөлмеде ұйықтап жатқан қыздың қалтасына сал», деді. Хасан құстың айтқанын орындады. Содан кейін құсты алып самұрыққа келді. Самұрық енді болмаса ұшып кетейін деп отыр екен. Хасан құс пен самұрықтың арқасына мініп, көп қиындық көрмей, самұрықтың балапандарына аман-есен жетті. Ар жағына жету үшін самұрық қанатының бір қауырсынын үзіп берді. Хасан құс пен самұрықтың қанатына қауырсынына мініп уәделескен қызына келді. Қыз қуанып Хасанды құсты бар ынтасымен қарсы алды. Бірнеше күн демалған соң Хасан қызы құсты алып самұрық берген қауырсынға мініп еліне қарай жүріп кетті. Бірнеше күн жүрген соң алдынан жаяу келе жатқан бір адамға жолықты. Қараса, өзінің ортаншы ағасы Үсен екен. Жолда жол азығы таусылып, бір байдың малын бағып күнін көрген, содан кейін еліне жаяу қайтып келе жатыр екен. Өзі әбден аштыққан, азған, киімдері тозған. Хасан Үсенді суға түсіріп, үстіне жаңа киімдер кигізді. Тамаққа әбден тойғызды. Сөйтіп, өздерімен бірге қауырсынға мінгізіп келе жатса, Үсеннің хәлінен де жаман азып тозған, беті торғайдай, мойны ырғайдай болған Асанға кездеседі. Хасан Асанды да Үсенді сияқты жуындырып, киіндіріп, тамаққа тойғызып, қауырсынға мінгізіп алып жүреді. Бір күні бұлар бір жерге келіп қонады. Осы кезде Асан мен Үсен екеуі ақылдасады. «Біздің әкеміз бұрында біз екеумізден Хасанды жақсы көруші еді.
Енді Хасан елге барған соң құсты мен таптым, қызды да өзім таптым дер. Ал бізді аштан өлейін деп келе жатқан жерінен өзім тамаққа тойындырып алдым дер. Әкеміз екеуміздің байға жалданып мал баққанымызды естісе, менің атыма дақ келтіріңдер деп дарға асуы да мүмкін. Қайткен күнде де Хасанның көзін жою керек. Содан кейін құсты өзіміз тауып алып келдік дейміз дейді. Екеуі осылай етіп келісіп Хасанға келеді. Бізге құдықтан су алып бер дейді. Хасан мақұл деп беліне жіп байлап терең шыңырау құдыққа түседі. Асан мен Үсен Хасан құдықтың дәл ортасына жетісімен жіпті пышақпен кесіп жібереді. Хасанды құдыққа тастағаннан кейін Асан мен Үсен қызды мен аламын деп таласып қалады. Қыз екеуіне де тимей айдалаға қаңғырып кетеді. Асан мен Үсен құсты алып еліне келеді. Әкесінің құсты алып келгенін баяндайды. Патша Асан мен Үсеннен «Хасан қайда?» деп сұрайды. Асан мен Үсен: «Хасан біздің айтқанымызға көнбей теңіздің суына шомылып жатқанда жайып жұтып қойды. Бірақ біз жайынды өлтірдік. Хасанның кегін алдық» дейді. Патша Хасанның өлгенін естіп қатты қайғырып басын көтермей күн-түн жатып алады. Дәл сол күні перілер ұйқысынан оянады. Пері патшасының қызы қапастағы құстың жоқ екенін біліп қалаға жар салады. Қалтасындағы хатты көріп құсты адамзатты алып кеткенін біліп, пері патшасының қызы әскерімен құсты іздеуге аспанға ұшады. Хасанның әкесі бір күні өзі орнынан тұрмастан «Құсты сайратыңдар» деп бұйрық береді. Құсты алтын қапасқа отырғызып сайратады. Құс қайғылы мұңлы үн ащы дауыспен сайрайды. Дәл осы кезде аспанда ұшып құсты іздеп кең аспанды кезіп жүрген перінің қызының әскерлері Хасанның елінің үстінен адам болып түсе береді. Аспаннан адам жауған соң Хасанның елінің адамдары үрейленіп, қорқып патшаға келіп тығылады. Пері патшасының қызы әскермен құстың тұрған жеріне келіп, патшаны алдына шақырады. Патша жатқан орнына тұрып киімін киіп, белін буынып, Аллаға сиынып, пері патшасының алдына келеді. Пері қызы патшадан сұрайды: «Ей адамзаттың патшасы, мына құсты қай балаңыз алып келді? Соны маған көрсетіңіз. Мен сіздің сол балаңызбен сөйлесер едім» дейді. «Ей пері қыз, осы құсыңды мен түсімде көріп бір көруге құмар болғаным рас. Алып келіңдер деп 3 баламды жұмсағаным рас. Ал сол 3 баламның 2-і аман қайтып келді. Ал ең кішісі ең жақсы көретін балам қайтпады. Жолда балық жұтты деп келді. Өтірік расын әлі анықтағаным жоқ. Ал сол баламның қайғысынан мына құсты қосып бірінші рет көріп тұрмын. Ендігісін ана тірі келген 2 баладан сұраңыз» деді де патша үйіне кіріп кетті. Пері қызы Асан мен Үсенді шақырып: «Қалай алып қайттыңдар? Соны айтып беріңдер» деді. Асан мен Үсен: «Қалай алып қайттыңдар дейтін несі бар? Жүйрік атпен бардық та алып қайттық» деді. Пері қыз айтты: «Сендер шындарыңды айтпай отырсыңдар. Бәрібір мен қазір құсты сөйлетемін. Құс барлық шындықты айтып, сендердің сөздерің өтірік болса, бастарыңды аламын» деді де құсқа сөйле деп белгі берді. Құс жолда болған оқиғаның бәрін айтты. Хасан ақ көңіл қайырымды жігіт екен. Жылап қоймаған соң ергенім рас. Хасан мені алып менің бұрынғы иемнің үйіне келді. Содан кейін бәріміз осы жаққа қарай келе жатқанымызда жолда азып тозып ашығып келе жатқан Асан мен Үсенді кездестірдік. Хасан бұл екеуін тамаққа тойындырып, киім киіндіріп еді. Бұлар Хасанға қастық ойлап, құдыққа алдап, түсіріп тастап кетті. Содан кейін менің бұрынғы иемді екеуі мен аламын деп таласып еді. Ол қыз екеуіне де тимей айдалаға қаңғырып кетті. Олардың аштан өлетін уағы болған жоқ, әлі тірі болуы мүмкін деді. Пері қызының бір әскері жер жүзін 1 сағатта айналып шығатын жүйрік екен. Пері қызы сол жүйрікті жұмсады. Ал Асан мен Үсеннің басын кесіп алды. Пері қызының мұнысын барын өз құлағымен естіген патша қарсы болған жоқ. Асан мен Үсеннің басы алынып болған кезде жүйрік пері Хасан мен қызды алып келді. Пері қызы Хасанның батырлығына, адамгершілігіне риза болып, құсты өз қолынан Хасанның әкесіне сыйлады. Патша пері қызына алғыс айтып, 40 күн той, 30 күн ойын жасады.
Пері қызы әскермен қонақ болды. Сонымен адал адамдар өз мақсаттарына жетіп бақытты өмір кешті.